Ассалаумағалейкум. Енді бүгінгі әңгімеміз жалпы тағы да күрке тауық балапандар жайлы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлден кейін бастаймыз. Біздің каналдан алыстамаңыздар. Қазір бастаймыз ағай. Енді точно бастаймыз. Кеттік. Шындығына келетін болсақ, бүгін әңгімеміз күрке тауық балапандары жайлы болмайды. Бүгін әңгімеміз инкубатор жасауға дайындық туралы болады. Дайын болсаңыздар, кеттік. Инкубатор жасау үшін ең басты бірнеше құрамдас бөліктер қажет. Ол дегеніміз бірінші терморегулятор, температура реттегіш, қыздырғыш элемент және желдету яки вентиляция. Терморегуляторға байланысты айтып өтетін болсақ, біздің жағдайымызда бұл Қытайдан заказбен алдырған XM18 деген регулятор. Бұл терморегулятор толық автоматтандырылған, ылғалдылық, температура, жұмыртқаның аударылу уақыты, сигнализация, жұмыртқаларды қолмен аудару барлық осы регулятордың ішінде. Бұның қосылу схемасы жайлы жеке видео түсірілетін болады. Біздің каналымыздан алыстамасаңыздар, көріп қаларсыздар. Осы регулятормен бірге екі датчик келеді. Біріншісі ол ылғалдылық датчигі, екіншісі температура датчигі. Мінекей. Екінші құрамдас бөлік ол қыздырғыш элемент. Қыздырғыш элементті әркім өзінің ыңғайына байланысты, өзінің жағдайына байланысты таңдайды. Керамикалық лампалар болуы мүмкін, қарапайым жарыққа арналған лампалар болуы мүмкін, және углеродтық кабель, углеродный шнур деп жатады. Осы углеродтық кабель болуы мүмкін. Қытайдан мінекей осындай қалпында алдырдық. 33 омдық 10 метрлік углеродтық шнур. Қарапайым құрамдас бөліктердің арқасында мінекей осылай жасалады. 4 угольник, ұзын шпилькадан 2 50 сантиметрге, 8 гайка, 8 шайба, және 4 миллиметрлік бұрғымен осында 22 тесік тесіп, мінекей шнурымызды монтажға дайындадық. Келесі құрамдас бөлік, ол бізде сигнализация. Инкубатор міндетті түрде шығаруға дайындалған кезде 15-20 минутқа ашылуы мүмкін. Ол жұмыртқаларды тексеру керек, авоскоппен тексереді, жарықпен. Сол кезде жай желдету үшін жұмыртқаларды ауаға салқындатып тұру үшін 15 минутқа ашу мұқтаждығы туады. Сол кезде мысалы инкубаторды ашып қойып, қазір келем деп ұмытып кететін жағдай болады. Осыған орай уақыт релесі осы құрамдас бөліктерге сілтемені видеоның астына салам міндетті түрде. Уақыт релесі және қарапайым өрт сөндіргіш сигнализациядан алынған мінекей мынандай сигнализация. Және концевик холодильниктерде болады ғой. Есік ашылған кезде контакт қосылатын. Сондай кнопка үшеуін бір-біріне жалғау арқылы және осы сигнализацияның құрамдас бөліктері XM18-ге жалғанады. Барлығының схемасын
келесі видеоларда толық түсіндіремін. Есік ашылғаннан кейін 15 минуттан кейін 2 километр жерде жүрсеңіз еститін шығарсыз, мына сигнализацияның дауысын өте қатты естімеуге мүмкіндік болмайды. Осындай қылдырып істейін деп жатырмыз. Және қосымша ылғалдылықты, енді инкубатордың барлық жерінде бірдей ылғалдылық болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Соны анықтау үшін мінекей осындай жеке гигрометр алдырдық Қытайдан. Және ең соңғы бөлігі вентиляция. Вентилятор біздің қыздырғыш элементтен шыққан жылуды барлық инкубатордың бойына тарату үшін мінекей холодильниктен алынған осындай вентилятор, осыны қолданайын деп жатырмыз. Біздің инкубатор үлкен, мына маңайдан көресіздер қазір, үлкен холодильник тоңазытқыштан жасалайын деп жатыр. Себебі тоңазытқыштан жасау өте ыңғайлы. Қосымша қорап жасап шаршамайсыз, және қыздырғыш элементті мынау XM18 регулятордың барлығын орнатуға ыңғайлы. Инкубатордың жасау барысында тағы қосымша видеолар түсіріп отырамын. Жалпы мынау инкубатордың өзін адамдар әртүрлі материалдан жасап жатады. Сэндвич панель дейді, болмаса пенопласттан, пеноплекстен, ағаштан жасап жатады. Біз оңайлау жолмен өттік. Мынау сусындар сатуға арналған тоңазытқыш тауып алдық, беті шыны. Соны қайтадан енді екінші өңдеуден өткізіп, істемей қалған тоңазытқыш екінші өңдеуден өткізіп, екінші өмір беріп, осы тоңазытқыштан инкубатор жасайын деп жатырмыз. Мінекей негізгі құрамдас бөліктері осы. Және де жекелей айта кететін мынау жұмыртқалардың аударылуы. Оның схемасы, оның системасы бөлек. Оған арналған қосымша бөліктерді әлі алдырған жоқпыз. Сондықтан ол жайында жеке видео болатын болады. Мінекей негізгі бөліктер осындай. Каналымыздан алыстамаңыздар. Видеомен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Арнайы қазақ елі үшін қазақша YouTube контентін толтыру мақсатымен Қарағандыдан Аманбек. Қош, сау болыңыздар.